Қайырлы кеш, телеграм бәріңе сәлем, қалайсыңдар? Мен пробкада тұрғанда бір нәрсе айтып берейінші дедім. Енді қызық болса ғой енді. Негізі мен баратын жерім жап жақын жерде мынау. Сол уақытқа туралап шыққам ғой негізі примерно деп бір жарты сағат алдын сөйтіп қарасаңыздаршы не болып тұр. 1 сағат деп тұрды да жаңа. Сөйтті де 1 сағат 15 минут болды да. 1 сағат 43 минут болып кетті. Не деген бұрып отыр мына құдай сақтасын болып отыр ше. Кісі аман ба болып отырған анау жақта тұрған адамдар мына жаққа дейін бару үшін мост астымен құдай сақтасын болып тұрған. Әлі тұрық нерде ше. Жүрмейді бірге. Просто тұрық. Әшейін. Қардың кесірінен ғой. 1 сағат деп тұрған жерге тағы 1 сағат қосылып кетті да почти. Невозможно ғой. Адам бәрі уже үмітін үз жерде деймін. Ешкім уже настроениесі жоқ қой. Бір-біріне жол бермейді. Адамдар бұл жай ғана өмір ғой, ұмытпайық деп нақыл айтып кетсең, нақыл сөз. Бірген жынданып баратыр. Ана жақта бір брат біреудің тамағын, бургерін тасып жатыр. Ол адамда кешігіп жатыр. Курьер задерживается, извините деп ол адамға сообщение келіп жатыр. Ол нерв болады. Тіршілік та енді біз тіршілік деп құлшылықты ұмытып кетпейік. Ақылдасатын нәрсе бар. Алдында айтып едім ғой, Porsche алу керек па, енді бір спорткар керек, бір по вечерам айдайтын. Спорткар ма әлде андай V-класс па деп ойлап қоям. Мына мен жүрсем де әдемі негізі. Водитель керек та оған. Водительге беріп, рульді ішінде отыра бересің. Пробкада жұмысын істеп. Сондай вопрос есть что. Оранжевый iPhone алғанбыз. Подарить еткен ғой енді, братан подарить етті. Подаренный коню зубы не смотрит дейді ғой қазақта. Орыстарда то есть. Сосын тағы бір нәрсе есіме түсіп кетті. Мен бірінші курс оқитын кезде, студент кезінде деп сөйлейінші. Баяғыда студент кезінде мына троллейбуспен жүретінмін. Вот мына 12-ші троллейбус ғой, дұрыс қой, троллейбус яғындай төбесінде несі болады. Жоқ, бұл троллейбус емес екен, бұл обычный екен ше. Қазір может обычныйлар шығып кеткен шығар. Мен осымен баратын едім колледжге. Айтып жатқам осыған. Если что деп жатырмын да, қызық болып кетсе. Давайте. Кеше айтпақшы, жеңгелерім 30-ға толған. Содан анау кеше ана жерге бардық, мына жерге бардық, содан кеш ұйықтағанбыз. Бүгін кеш тұрдым. Мына машина жайлы өзімді ойыма айта кетейін. Вдруг біреу алғысы келіп жүрген болса. Машина күшті, керемет. Бірақ мынаның обслуживаниесіне де дайын болу керек. Ол не? Яғни масло, мотор, бензин, обычный бензин мысалы. Мен мынаған бірінші рет бензин құйдым алдында. Мынаған ровно 48 мың 49 мың теңгеге полный бак құйдым. Қазір менде жарты бак бар. Мен мына жарты бакпен түк бітірген жоқпын. Реально түк бітірген жоқпын. 2-3 рет бір жерге бардым, болды. Ал мен 600-імде ол бензинмен мен ұмытып кетемін мысалы қашан құйғанды. Сол сияқты дайын болу керек екен де сондай. Если что деп жатқам ғой. Бір қуаныш жаңалықпен бөлісейін. Мен осыны айтуға ұзақ дайындалдым. Қақет, если что 1 сағат болып қалды қайттан ше, CarPlay'ді өшіріп тастағам. 1 сағат болды тугис. Вот сондай. Ал бір жаңалық бар, ол кішкене настроение түсіріп жаңалық. Ол мен неге телеграмдағы адамдар мен ұзақ салмай кетемін ғой ештеңе. Сөйтіп бір салып қалған кезде мені ұмытып кете ма, отписаться етіп кетеді да. Или ойлаймын да, біз кімнің жолын кесіп кеттік екен деп ше. Кімнің ала жібін аттап кеткен жол едік вроде. Неге ұнамай қалдық па деп бір үлкен кісінің. Неге өйтіп отписка істетіп жатыр деп ойланам да. Сондай короче. Қуанышымыз ұзаққа созылмай, қайтадан 1 сағат 40 минут болды. Ничего. Мен ұзақпын ғой. Ұзақ барам да. Любой жерге же. Мен ұзақ бай деп қойып екен ғой атымды. Сол сияқты өздеріңіз білетіндей, мен атым ұзақ. Любой жерге ұзақ барам. Любой нәрсені. Короче, мынандай бір
мутка істеп кеттім. Мына жерде, короче, кетіп бараттым да. Тоқтап тұрмын ғой, енді алдым бәрі машина. Мына барады дедім да. Мынандай бері жерші дедім да. Короче, мынандай 2 гранатовый сок сатып алғансың. Екеуін сатып алдым, короче. Қаным көп болсыншы дедім да, ешті. Өте беріңіз деп қойсын ғой. Видеоға дейді. Әртті болып қалды. Алдым бәрі пробка болып отыр ше. Не болып кетті.